Барлықтарыңызға сәлем, менің атым Ұлжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін трикотажная пряжамен, трикотажный жіппен осындай корзинка тоқып үйренеміз. Ол үшін бізге трикотажный жіп және 9 номерлі крючок керек. Ал енді бастаймыз. Жіпті аламыз, 4 саусаққа ораймыз, воздушная петля тоқимыз. Және соның жанына столбик без накида 6 тоқимыз. Воздушная петляны санамағанда столбик без накида 6 тоқылу керек. Үлкен жіп, үлкен крючок болғандықтан тоқылу сәл қиындау болады, қатты болады. Сол үшін барынша бос тоқуға тырысамыз. Міне менде тоқылып жатыр. 4-еу тоқылды, 5-шісі, мынау 6-шысы. Енді жіптің ұшынан тартып, домалақты кішірейтеміз. Бірақ барынша қатты тартпаңыздар, тырысып қалса тоқу қиын болады. Бірінші мына жерді біріктіріп алайық, сосын қатты тырыстырамыз. Мынау бірінші петляға 6 петля тұр. Соның біріншісіне крючокты салып, кругты бекітеміз, біріктіреміз. Және біз V-образный узормен тоқимыз. Сол үшін қарапайым андай өрімнің астынан емес, соның жанындағы V-образный болып тұрған екі жіптің ортасынан саламыз. Арты осы бүгерек андай жіптің астынан түсе тағы қалың болады. Сол жерден шығарамыз. Столбик без накида тоқимыз. Екі жіптен бір жіп шығарып. Және дәл сол жерге тағы да екіншісін тоқимыз. Бізде бірінші қатарда 6 тоқылды, екінші қатарда 12 тоқылу керек. Круг тоқудың заңдылығы бойынша. Міне екінші V-образный, екі жіптің ортасына крючокты саламыз, арты былай артынан шығады. Соны кәдімгі столбик без накида қылып тоқимыз. Бір петляға 2 столбик. Міне. Мына арты осылай шығады. И алдынан осылай тартамыз. Біріншісі, мынау екіншісі. Міне осылай крючокты салып енгіземіз, жіпті алып шығамыз, столбик без накида тоқимыз. Екі жіптен бір жіп шығарамыз. Келесі V-образный жіпті табамыз, екеуінің ортасына крючокты саламыз, столбик без накида тоқимыз. Барынша бос қылып тоқуға тырысамыз, қайталап айтамын, бос қылып тоқимыз, өйткені жіп қалың, крючок сол жіпке сәйкесінше размері үлкен. Ортаңғысын сәл тартсақ болады, ыңғайлы болу үшін. Және мынау соңғы 6-шы петляға соңғы 2 столбик без накиданы тоқимыз. Біреу, екеу. Осы жерден артыңғы жіпті барынша тартып, қатты тартып, домалақты тесікті жоқ қылуға бола береді. Өйткені біз екінші қатар тоқып біттік. Енді алдын ең бірінші тоқыған воздушная петляға крючокты салып, біріктіреміз, бекітеміз. Бұл жерде столбик без накида емес, жай біріктіру. Екінші қатар тоқылып бітті. Бір воздушная петля тоқимыз.
круг тоқудың заңдылығы бойынша бірінші петляға біреу V-образный узормен екі жіптің ортасына біреу тоқимыз. Енді екіншісіне екеуі тоқылады. Екеу. Келесіне біреу. Мен екі жіптің ортасына арты андай қалың болып тұрады. Және мынау екіншісіне екеу, біреу. Біреу тоқылды. Енді дәл сол жерден екіншісі. Үшінші қатарда барлығы бізде 18 петля тоқылу керек. 18 столбик без накида тоқылу керек. Міне екі жіптің ортасына V-образный узор болу үшін. Міне үшінші қатардың соңғы жағына келдік. Соңғы столбикті тоқыдық, 18-ші столбик. Және біріктіру үшін воздушная петляның артынан крючокты енгізіп, жаңағы соңғысын рабочий петляны былай шығарамыз. Және алдыңғы өрімнің жартысынан ортасынан кіргіземіз де, мынау артқы петляны енгіземіз. Крючокқа екі крючок, крючокта екі жіп, сол екеуінен біреу шығарамыз. Сол кезде өрімдеріміз ровный болып шығады да, екеуінің біріккені білінбейді. Бірінің ішіне бірі кіріп кеткен өрім болады. Біз корзинканың табаны біттік. Енді воздушная петля тоқимыз. Келесін тоқу үшін екі өрімнің ортасынан кіргізіп, артындағы бүгілек жіптің астынан өткіземіз крючокты. Екі петляның ортасынан кіргіземіз және артынан кіргіземіз. Тағы да екі петляның ортасынан артынан. Артқы жағы осылай болып тұрады. Столбик без накида тоқимыз, ешқандай санын өсірмейміз. Енді мынау бірінші қатар тоқылып бітті. Екеуін біріктіреміз алдыңғы воздушная петляға. Крючокты енгізіп, сол жерден жіпті алып шығамыз. Барынша бос тоқуға тырысыңыздар. Және біріктіру петлясы міне. Бізде бір қатар тоқылды. Бұл бірінші қатар болғаннан кейін өрімнің ішінен кіргіздік. Және артындағы жіпке алдық. Сол кезде мына бірінші қатардың асты жағынан бір линия тұрады. Өрімнің жартысы тұрады. Міне осы жерде. Барынша қолымызбен реттеп, корзинканың формасына келтіреміз. Және келесі қатарды бастаймыз. Бір воздушная петля и V-образный астыңғы жіп бар ғой. V-образный болып тұрғанда екеулік. Сол жерден кіргіземіз. Арты былай тұрады. Жаңа корзинканың табанын тоқыдық қой, дәл солай тоқимыз. Өзіңізге қажетті биіктікте тоқисыздар. Қанша биіктік керек, сонша биіктік тоқисыздар. Қанша қатар тоқу керек сізге, сонша тоқисыздар. Мен бұл жерде 7 қатар тоқыдым. Және сол 7-ші қатардың соңғы жағына келдім. Соңғы столбикті тоқимыз. Соңғы жерден жіпті шығарамыз.
соңғы столбиктің соңғы петлясын тоқимыз. Жіпті қайшымен кесеміз. Размері кішкентай крючокты аламыз. Және ең бірінші тоқылған воздушная петля. Соған оң жағынан кіргіземіз жіпті. Іш жағына қарай. Және жіп қай жерден шығып тұр, қай өрімнен шығып тұр, сол өрімнің үстінен жіпті крючокты астынан кіргізіп, жіпті үстінен астына кіргіземіз. Сол кезде ең бетіндегі өрімнің біріккені көрінбей, ровный болып шығады. Астынан шығып тұр міне жіп. Және осы жіпті сөгіліп кетпес үшін, жіптің шығып тұрған көрінбес үшін, астыңғы кез келген жерден осылай өткізіп шығамыз. Жіпті видеодағыдай бірнеше жерден өткізіп, сосын қайшымен кесіп тастаймыз. Және де осы корзинканың түбіндегі тұрған ең бастапқысындағы жіп бар ғой, оны да дәл осы видеодағыдай, дәл қазіргідей бірнеше жерден өткізіп болғаннан кейін, сол ең соңғы жерінің түбінен кесіп тастаймыз. Сол кезде ешқандай жіптің ұшы көрінбейтін болады. Бүгінгі видеода дәл осындай корзинка тоқып үйрендік. Сіздерге ұнаса лайк басыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде каналыма жазылыңыздар. Енді пока-пока. Келесі видеода осы корзинканың бетіне крышка тоқимыз.